Быйылғы жылы «Бір ел бір кітап» республикалық акция аясында белгілі драматург, жазушы Төлен Әбдіктің шығармаларымен танысу ұсынылып отыр. Төлен Әбдік Мұхтар Әуезовтің жолын жалғастырған классик. Оның кітаптары әлемдік классиктері әдебиеттің таңдаулы туындыларымен пара-пар. Тамаша баяндаушы, тарих білгірі, спорт шебері, күйші, қазақ прозасында ерекше қолтаңбасы бар қаламгер 1942 жылдың 4 қыркүйегінде Қостанай облысы Жангелдин ауданы Еңбек ауылында дүниеге келген. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. 1965 жылы Қазақ ұлттық университетін бітірген. 1965-1970 жылдары Қазақстан пионері, қазіргі Ұлан газетінде әдеби қызметкер, бөлім меңгеруші болып жұмыс істеген. 1970-1977 жылдары Жалын алманахында бөлім меңгерушісі, бас редактордың орынбасары. 1977-1979 жылдары Қазақфильм киностудиясында бас редактор. 1979-1990 жылдары Қазақстан коммунистік партиясының орталық комитетінде жауапшы қызметте болды. 1990-1992 жылдары Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағының екінші хатшысы болды. 1993 жылдан бастап Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінде сектор меңгерушісі, 1997 жылдан бастап Қазақстан Республикасы президенті аппаратының ішкі саясат бөлімі меңгерушісінің бірінші орынбасары болған. Төлен Әбдікұлы шығармасындағы шоқтығы биік туындысының бірі «Қонақтар әңгімесі». Шағын ғана әңгіменің идеясы мен айтар ойы тереңде. Бір қарағанда қонақтар әңгімесі әке мен ұлдың арасында, немесе ата-ана мен бала арасындағы ренішті, көңіл толмаушылық пен зілді суреттеген шығарма болып көрінуі мүмкін. Алайда әңгіменің айтар ойын одан да терең, одан да биік ұғымдардан іздеуге болады. Ерғабыл қарияның жалғыз ұлы Сабабекке көңілі толмайтыны, үміті мен разылығын ақтамаған перзенті екені рас. Алайда Сабабектің өзі елге белгілі геолог, шетел аралаған табысы мол маман. Бірақ Ерғабыл қарияға мұның керегі шамалы. Оған ұлының қарашаңырақты құрметтеп, ата салтты ұстанғаны, ата-ананы сыйлап қамқорлық танытқаны қажет. Еуропаша киініп, орысша сөйлеген, ауыл тұрмысына бейімі жоқ келіні мен қазақша түсінбейтін немересіне де шалдың көңілі толмайды. Ерғабыл қария үшін өзі өсіп өнген үйдің түтінін өшірмей, қарашаңырақты ұстап қалған ұрпақ қана адал сүт емген, ата-ана парызын өтеген бала. Ал жалғыз ұлы Сабабек ауылға жылына бір рет келіп, аман саулықтың жөнін жөнді бермейтін ұл болып шықты. Одан туған ұлды ата жүрегі қабылдай алмайды. Ата салтты құрметтейтін қария үшін ұлының жоғарғы білім алғаны емес, ұлттық құндылықтар мен салт сананы жоғары тұтатын ұрпақ керек. Яғни Әл-Фараби айтқандай, ұрпақтың тәрбиелі болғаны қажет. Әңгімедегі уақиға өткен ғасырдың 80-ші жылдардан қамтыған. Бұл уақытта қазақ халқы өзінің ұлттық құндылықтарынан, салт дәстүрлерінен айырыла бастаған кезі. Төлен Әбдікұлы постмодернистік жазушы ретінде қазақ қоғамындағы бұл үрдісті ерте байқай білді. Әрі мұны шығармашылық метафора мен қонақтар атты әңгімеге айналдырды. Әңгіменің қонақтар атаулында да сыры бар. Ерғабыл қарияның қарашаңырағына келген өзінің туған ұлы мен немересі емес, оның аман саулығын біле келген, жүре соққан құдайы қонақ қана. Олардың қария үшін қадірі қонақтық қана. Өз үйіне өзі қонақ болып отырған ұрпақ шын мәнінде өте ауыр әрі қасіретті жағдай. Жазушы осынау ғаламдық идеялардың барлығын шағын шығармаға ғана сыйдырып, атауына ерекше мән берген.